Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазанның 27-сі. Сабақтың тақырыбы сағат 12 болды. Болды было или стало. Сағат 12. 12 часов. Сағат 12 болды. Тема нашего урока. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Новые слова. Будем отвечать на этом уроке на вопрос, который час? Сағат неше? Или можно сказать сағат қанша? Сағат неше? Который час? Тура, ровно. Қалды, осталось. Кетті, ушло. Например, без 15:09. Сағат 9-ға 15 минут қалды. От 9 ушло 10 минут. Сағат 9-дан 10 минут кетті. Есіне сақта. Сағат 9. Время 9 или 9 часов. В казахском языке слово часы, сағат, стоит в начале, потом определение времени. Сағат 9 или сағат 9 болды. Сағат тура 9. Ровно 9 часов. Сағат 9-ға 10 минут қалды. Қалды, осталось. К 9 часам осталось 10 минут. Сағат 9-дан 15 минут кетті. От 9 часам ушло 15 минут. Оқылым, айтылым, 65-ші бет. Открыли 65-ю страницу. Нашли часы. Будем задавать вопрос. Сағат неше? Можно говорить сағат 12. Если мы скажем 12 сағат, будет неправильно. Надо сказать сағат 12. Сағат — это часы, потом определяется сағат 12. Можно сказать сағат тура 12 болды. Сағат неше? Который час? Сағат 9. Или можно сказать сағат 9 болды. Или сағат тура 9. Сағат неше? Сағат 7. Сағат 7 болды. Или можно сказать сағат тура 9. 7. Келесі. Здесь без 5 час. На казахском сағат 1-ге 5 минут қалды. Сағат қанша? Сағат 1-ге окончание 5 минут қалды. Без 5 час или к часу осталось 5 минут. Сағат қанша? Сағат 9-дан 10 минут кетті. От 9 ушло 10 минут. 9-дан 10 минут кетті. От 9 ушло 10 минут. Сағат 9 болды. Время 9 часов. Сағат 12 болды. 12 часов было. Сағат тура 7 болды. Стало ровно 12. Ровно 7. Оқылым. Екінші тапсырма, 66-ші бет. Альбек говорит, показывает на свое время, говорит, мынау менің сағатым. Эти мои часы. Сағатым 12 болды. 12 часов было. Мен кітап оқимын. Я буду читать книги. Анель говорит, мынау менің сағатым. Это мои часы. Сағатым 12 болды. Сағаттым 2-ге 10 минут қалды.
к 2 часам осталось 10 минут. Мен тамақ ішемін. Я буду кушать. Саша говорит, мынау менің сағатым. Сағатым 10-нан 10 минут кетті. Мен футбол ойнаймын. Эти мои часы. От 10 ушло 10 минут. Я буду играть в футбол. Айтылым. 66 бет, 1-ші тапсырма. Сандарды сөзбен айт, сұрақтарға жауап бер. Нужно назвать числа словами и ответить на вопрос. Сағат неше болды? Сағат неше болды? Сағат 1 болды. Без окончания, да, когда ровно. Можно сказать, сағат тура 1 болды. Сағат 2 болды. Сағат 3 болды. Сағат 4 болды. Сағат 5 болды. Сағат 6 болды. Сағат 7 болды. Можно сказать, ровно 8. Сағат тура 8 болды. Ровно 9. Сағат тура 9 болды. Ровно 10. Сағат тура 10 болды. Сағат тура 11 болды. Келесі оқу тапсырмасы 67-ші бет, 4-ші тапсырма. Оқы, прочитай. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жаз. Көп нүктенің орнына вместо многоточиях нужно написать необходимые қосымша, это аффиксы. Қосымша либо окончание, либо суффиксы. Здесь окончание, суффикс, окончание, окончание, окончание. Здесь только суффикс, да? Остальные окончания. Жалғау окончания. Теперь в первом предложении менің атым Әлібек. Мен үшінші суффикс. Сыныпта оқимын. Сағат 8 болды. Мен мектепке барамын. Інімнің аты Ғабит. Ол 5-те. Сағат 9-ға 10 минут қалды. К 9 часам осталось 10 минут. Ол балабақшаға барады. Вы должны присоединить қосымша, окончание и суффикс. Айтылым. 67-ші бет, 5-ші тапсырма. Здесь дан образец үлгі. Самат, сағат 8 болды. Вы должны что делать? По образцу составить диалог. Нужно спросить у своего друга, что он делает. Спросить у своего друга, что делает. Образец. Самат, сағат 8 болды, сен не істейсің? Самат, сейчас стало 9 часов. Что ты будешь делать? Самат говорит, мен мектепке барамын. Я иду в школу. Так, давайте мы спросим у друга, да? Әлібек, сағат 9 болды, сен не істейсің? Мен сабаққа дайындаламын. Я приготовлюсь к урокам. Әлібек, сағат 13 болды, сен не істейсің? Мен тамақ ішемін. Әлібек, сағат 16 болды, сен не істейсің? Мен бассейнге барамын. Әлібек, сағат 18 болды, сен не істейсің? Мен үйде отырамын. Сонымен балалар, бүгін біз сағат 12 болды деген тақырыпты өттік. Мы прошли тему, стало 12 часов или было 12 часов.
отвечали на вопрос сағат неше, который час, определяли время ровно. Например, 12 сағат 12, сағат 9, сағат 7. Мы говорили без 5 час, сағат 1-ге 5 минут қалды, от 9 ушло 10 минут, сағат 9-дан 10 минут кетті. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.